Әртүрлі тақырыптарды алып, біз өз білімімізді дамытып Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2017 жылы 31 қаңтарда былай деп өткен болатын. Қазақстанның 3-ші жаңғыруға жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты халыққа жолдауында тәуелсіздікке қол жеткізген ширек ғасыр ішіндегі еліміздегі жетістіктер мен даму жолдарын саралай келіп, Қазақстан Республикасының әлемнің дамыған елдермен іріктесе тең дәрежеде тұратын орынға шығуының алдыңғы қатарлы 30 мемлекет сатына енуі үшін атқарылуы тиіс мақсат міндеттерді алдымызға қойып, болашағымыздың бағыт-бағдар. Америкалық парламенттік формат, үшіншісі ол БПФ-ті, ол британдық парламенттік формат, және ЛД ол бірге бір ойнайды. Біз қазір ойнап жатқан формат ол АПФ форматы. Сатып алу дегенді білдіретін мемлекеттік басқару құрылымдағы лауазымды қызметкерлердің өздері тапсырылған қызмет мүмкіндіктерін жеке бастары үшін немесе мүддесі үшін пайдалану қылмыстық істері өте көп. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері осы жемқорлықпен күресіп келеді. Тіпті көптеген адалдық ұйымдарын құрастырып, көптеген комиссиялар жұмыс істегені өзінде жемқорлықты жеңе алмай келе жатыр. Қазақстан жемқорлық жайылған 180 елдің ішінде 113-ші орынға келе жатқан. Бұл 5 жыл бұрынғы көрсеткіш, ал қазіргі таңда 124-ші орында. 5 жыл ішінде 10%-ға көбейген, бұл өте нашар көрсеткіш деп санаймын. Жемқорлық елімізде пара беру деген сияқты тіпті балабақша мен мектептерде де айқындалып жатыр. Бұны мысалға сіз балаңызды жақсы қарап, тамақтарын дұрыстап беру үшін де сіз оларға сыйақы мен пара беруіңізге тура келеді. Жұмысқа тұрудың өзі де көптеген рахметтер. Жағы жемқорлықты жеңе аламыз деп қолдап отырмыз. Өйткені адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық заманмен бірге өсіп, өркендеп, небір тегеурінді қарсыласқа төтеп беріп, қайда мол қаражат пайда болса, сол жерде тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіп кеселдің бірі. Басқа дамушы елдер сияқты біздің жас мемлекетімізде жегі құрттай кесел айналып өткен жоқ. Бұрынғы өткен ата-бабаларымызда дөп басып, тура биде туған жоқ, туған биде иман жоқ деген. Олар әділдік пен турашылықты ту еткен ғасыр қайраткерлері Төле би, Айтеке би, Қазбек би және де тағы басқа біртуар билер мен шешелердің өмірін дәлел болатындығын біз тарихтан білеміз. Жемқорлыққа қарсы күрес жан-жақты үздіксіз әрі әділетті түрде жүргізілуі тиіс. Бізде сонда ғана алға қойған мақсаттарға қол жеткізе аламыз. Жемқорлықтың себептерімен емес, тек салдармен ғана күрес жүргізеді. Оған дәлел, жыл сайын Қазақстанда орташа есеппен 2000-нан астам адамға қылмыстық іс жүргізіледі. Олар жемқорлықты жеңіп шықты және үлкен жетістіктерге жете алды. Неге қызмет алды жылы Елдегі жүргізіліп жатқан реформаларды талқылап. Қуаныштымын сіздермен бірге қазіргі жағдайлармен қарастырғанда жаңа жемқорлықты алдын алу деген тақырыпта да айтып тұр екен. Үлкен проблема десек те болады. Сыбайлас жемқорлық жоқ деп те айта алмаймыз. Жаңа мысалы Али Болатұн айтып жатыр.